санаға қараймыз. Ал, бастайық. Армысың күніміз, армысың суреттеп қойдым. Мозаика. Осыларды құрастыруымыз керек. Ал бастаймыз. Жылдамдарды сол арқылы сіздердің құлықтарыңызды артық шығарды. Бірінші топта жарайсыздар болды. Әкелі ой оны тақтаға салмай, өзіңіздің аты қараймыз орман. Ауа болды, жарайсыздар. Енді балалар енді балалар біз үйге не бердік? Үйге жаттау бердік, иә? Тақтаға назар аударамыз. Балалар біз осының алдында жылдам оқу әдісін үйренген болатынбыз. Біз бұл сұрақтарға тез жауап бере аламыз. Кім өз еркімен шығады? Үйге тапсырма, берген тапсырмаға байланысты. Ал жақсы, бірінші алмасқан күле қойып, жылдамдатамыз. Балалар жылдам. Әнекей. Ал. Жақындап тұр. Ал. Қандай Жамбыл қайда дүниеге келген? Жамбыл. Жамбыл облысына, өте жақсы. Келесі. Келеміз. Келесі келе Әлбек. Ел жылдамдатамыз. Жақсы балалар, тыныш отырамыз. Мен өзім қарайтын. Қай болады тыныш отырып, соны шығаратын болады. Ауылында қандай тау бар? Иә, біздің ауылымызда қандай тау бар? Жақсы, өте жақсы Лантау бар. Келесі. Келеу Махамбет. Жылдамдатамыз балалар. Тауда қандай аңдар бар? Иә, қандай аңдар бар? Біз жаттап кеттік қой балалар. Иә, қандай? Арыстан, аю, түлкі, борсық. Өте тамаша. Жарайсың. Келесі тұрап. Келеу Әмірхан келсін. Жылдамды келеміз, иә? Әмірхан келем дегенше айнала берсін. Алатау өлеңінің авторы кім? Иә, авторы кім? Өлеңін жазушы. Жамбыл, Жабай. Өте жақсы. Жақсы. Енді мына топтан Айару келсін. Келеу Айару. Оған дейін жылдам айналдырамыз. Жылдам келейік балалар. Қандай таулардан аққан су бар?
Білмесек, ал айтамыз. Бұлақ па, сосын Махамбет? Иә, дариядай сол таулардан аққан екен. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Енді бір сұрақ екен, балалар, бұны барлығымыз бірге жауап берейік. Ал, қандай сұрақ екен? Оқыңызшы бірге. Өрік пен алма, алмұрт жемістер бар. Жақсы балалар, жарайсыздар. Енді балалар, мен сіздерге жаңа бағалауды айтуды енді барлығымыз қолымызда мынандай бағалау парақшамыз бар. Түгел бұл бағалау парақшасында қазір жаңағы тақтаға шыққан барлық оқушылар бір балдан бояймыз. Қазір тақтаға шыққан балалар жаңағы мәнерлеп айтқан болды 2 балдар. Сосын әр тапсырмалар сайын мен сіздерге балын ескертіп айтатын боламын. Түсінікті ма? Атымыз жазып қоямыз. Ал жаңағы оқушылар бағалап болса келесі. Жақсы балалар, енді үйге жаттауды бастап айта берейік. Олжан бастай ой. Тамашасын аққан судың. Әлібек, жалғастыра береміз балалар. Есепсіз тау суреті көз көрмейді. Жырлауға қазынасы көп, тіл жетпейді. Өрік пен алма, алмұрт жемістер көп, бір тартсаң ауызда дәм кетпейді. Қара тау басы биік, мұнар кетпес, сырластықтан меген болған түспес. Түрлі аңнан жеріп, бірімен болып кестік. Қастан аяқ, қасқа түнгі бозық, сүнесін олаштар түнде жордық. Тулаған ақын болақ тасқынында асаудай ойнақ салар. Балық көрші, жақсы, жомарт. Сізге қалары бар жетінің ішінде орман тоғай өткен өмір дариядай таулары тулап тасып көресің тамашасы. Әмірхан жалғастыра бер. Көз жетпейді, сырлауға қазынасы көпті жетпейді. Өрік пен алма ауыр, жемістер көп өседі. Бір тартсаң ауыздан дәмі түспейді. Қара тау басы биік, мұнар кетпес, сырласа көздің меген болған кетпес. Түрлі қасқыр түлкі бозық сіресін жобастар түнде жортып. Тулаған аққан Бұлақ тасқында. асаудай ойнақ салар балық шошып. Бірге таулары бар жер, ішінде орман тоғай біткен нудың, дариядай сол таулардың тулап тасып көресің тамашасын аққан судың. Ішінде орман тоғай біткен нудың, дариядай сол таулардың тулап тасып көресің тамашасын аққан судың. Жақсы балалар, енді біз өзіміздің
ауылымыздағы қандай тауды білдік жаңа балалар? Жыран тауды білдік. Енді балалар, тақтаға қараймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы демалыста, жайлауда. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар, өлеңге сүйеніп, бүгінде балаларымыз өлең өтеміз, осы өлеңге сүйеніп, оқиғаны болжап, жалғастырып айтатын боламыз. Енді балалар, қазір сіздерге видео мұқият қарап отырамыз. Жақсы балалар, енді оқулығымызды ашып, оқулығымызға қарайық. Жайлауда болып көрдіңдер ме балалар? Иә, ол жерде қандай болады? Жаңа біз көрдік видеодан да. Қандай дұрыс айтасыздар, бұлақ болады екен, тұзын қанды. Таулар болады қой. Иә, таулар дұрыс айтасыздар. Жаңа не көрдік балалар, соны айтайықшы. Иә? Ағаш үй болады, дұрыс айтасың. Балалар, жайлау деген жазғы қоныс екен. Ол жаққа көбінесе адамдар малдарын жайылдыру үшін жазғы уақытта көшіп барады. Бұл жерде суын көріп тұрған қандай балалар? Өзен ағып тұр. Таулардың жанында бұлақтарға көбінесе су бар жерге ауыл көшіп баратын болған. Енді балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз демалыста, жайлауда өлеңіміз. Бұл өлеңнің авторы туралы кішкене тоқталып кетейік. Мұзафар Әлімбай. Ол 1923 жылы дүниеге келген үлкен атамыз бұл балалар. Осыдан 1 жыл бұрын ғана 100 жылдығы тойланған екен. Енді осы атамыз туралы кішкене мағлұмат тыңдап берейік. Мұзафар Әлімбай Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 2017 жылы дүниеден озды. Мұзафар Әлімбаевтың ең алғашқы өлеңі 15 жасында Павлодар облыстық Қызылту газетінде жарық көрді. Соғыс жылдарында оның шығармалары республикалық, облыстық және майдандық газеттерде басылып тұрған. Майданнан оралған соң Пионер журналында поэзия бөлімін басқарады. 1926-28 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары қызметін атқарды. 1988 жылы Павлодар журналы ашылғанымен 1986 жылға дейін бас редактор болды. Мұзафар Әлімбаевтың алғашқы кітабы Қарағанды жырлары 1951 жылы басылып шыққан. 180-ден астам әнге өлең жазды. 70 шығарма мен аударма кітаптарының авторы. Шығармалары 20 тілге аударылған. 1982 жылы Аспандағы әке жинаушы республикалық Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Адамның ауылын ұмытқаны, бауын ұмытқаны, баланың шағын ұмытқаны, ата сүтінің дәмін ұмытқаны. Айна жетім, ақшылары өлмесе, ине жетім, көйлек тігілмесе, кітап жетім, жағалай оқылмаса, тула жетім, биікке төгілмесе.
жазған екен? Өлең. Өлеңге жазған жазушы. Жайменде шыққан ба? Иә, Балдырған деген журналды білеміз ба, балаларға? Иә, сонда не болған екен? Иә, бас редактор болған екен. Иә, қандай өлеңде жазған екен? Қызыл ту. Қызыл ту. Иә, демалысты жайлауда дұрыс айтасыз. Иә, жақсы балалар, енді осы дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазғалайық. Автор туралы кішкене оның қай жерде дүниеге келген, Павлодар облысында дүниеге келген жазып аламыз. Балалар, жас болса, өлеңімізге назар аударайық. Демалыста, жайлауда. Демалыста, жайлауда өлеңін осы біздің авторымыздың өзі бізге оқып берген бірінші тамашалап алайық балалар, иә. Сосын әрі қарай бізде екеуміз мезгілді тек ойнауда өткізбедік екенбіз. Қалай өлең жатталды, қалай кітап оқылды, еңбегіміз ақталды, отырған соң болғаны. Сонда да інім бір тақты, сенен көріп барды, ақ деп қызық кітапты, қиғылықты салдыны. Үлкен бір кітап табайын, маған ерде жүр дедім, қызықтың саған талайын, көрсетейін білдедім. Жаңа орман бұл көрдік, жал толқынға жармастық, қызыл жасыл гүлдердің қызғылт өлең ауасы. Күнбағысты балтадым, бұлбұл үнін тыңдадым, сен асырын ақтарып, аралмаған тұнбадым. Табиғаттың сағын, алуан сұлу осыдан, оған сайын мұнаның ыстықтардан осыдан. Жақсы балалар, енді тізбектеп оқып бастайық, иә? Ал Еркен аз бастасын. Ойнауды өткізбедік. Кітаптан қарап оқып. Екеуміз. Балалар не деп тұр? Демалыста жайлауға барған екен, иә? Інісімен жүрдік, інім екеуміз дейді. Сонда жайлауға кім барған балалар? Іні ағасымен інісі өте жақсы. Мезгілді тек ойнауда өткізбедік екенбіз дейді. Жайлауға барсақ та біз не істедік дейді? Ойнамадық дейді балалар. Мезгілді тек ойнауда өткізбедік екенбіз дейді. Олар ойнамаған екен. Келесі, әрі қарай Нұрсәт. Қалай? Қалай кітап оқылды. Сонда олар жайлауға кітап алып барған екен. Иә, қандай білімді балалар. Өлең де жаттаған, кітап та оқыған екен. Келесі, Сымбат оқысын. Сонда да қарап отырамыз балалар қолымызға. Сонда да інім мін тақты дейді. Сонда да інісінің көңілі толмаған екен. Ол қанша кітап өлең жаттаса да інісі мін тақты. Ағасынан көріпті. Сен маған кітапта қызықты, кітапты тап деп қиғылықты інісі салыпты. Қиғылықты деген балалар ренжіп айтқан маған кітап тауып бер. Мен тағы да кітап оқығым келеді деген. Әрі қарай аяғы жақсы. Үлкен
қалайын көрсетейін бір дейді. Бір дедім деп ағасы айтып жатыр екен. Бақытжан ары қарай. Қызыл жасыл бөліктерді қызға өрмелеп тау астық. Не болды? Ағасы ертіп апарып, екеуі жаңа орман ну көрді. Жал болғанға жармастық. Қызыл жасыл гүлдерді қыз өрмелеп тау астық дейді. Сонда балалар олар орманға барған екен. Орманның керемет ағаштарын, дұрыс айтасың. Орманның бір шетіндегі қызыл жасылды гүлдерді көріп, олар не істеген? Гүлдерді терген. Және де қызға өрмелеп тау астық дейді. Жоғарғы тауға мініп, таудың қызықты жерлерін көрген екен. Әрі қарай Әлімжан. Күн бағысты. Бақтарды бұлбұлының тыңдадық, жер ашуын ақтырып, аралаудың Тынбады. Не қылды балалар кім айтады? Иә, түсіндіріп, кім айтады? Күн бағысты баптар. Күн бағысы қайда өседі? Соны баптадық дейді, қасына барып күн бағысын көрген. Бұлбұл үнін тыңдады. Орманның ішінде бұлбұл құстар көп қала балалар. Олардың барлық үнін тыңдады. Және жер асылы ақтар, жер асылы деген жерді керемет жерлері. Орман деген керемет болады балалар. Барып көргендеріңіз бар ма орманға? Орманның ағаштары биік, ішінде әртүрлі жануарлар бар. Өте сондай жер асылы ақтары аралаудан тынбағысында орманның ішін істеген аралап қызыққа тоймай жүре берген екен. Раяна? Балалар не қылды? Табиғатты сонда ағасы не қыл беріп тұр? Үлкен кітап әкелгенде қайда барып тұр? Орманға барып тұр. Табиғатты сонда оны үлкен кітап деп есептеп, оның ішіндегі інісі айтты ғой, маған кітапта, қызықты кітапта мен оқығым келеді, маған тағы да керек деген кезде ағасы не істеді барып? Орманға кетіп не көрсетті? Ормандағы бұның барлығын табиғаттың кереметтері, асылдарын көрсетіп, естеді ол кітаптан да көзбен көрсетті. Жақсы балалар, түсіндік қой енді, сонда ағасы не көрсетті? Үлкен кітапты, табиғатты көрсетті. Арасында. Енді балалар, барлығымыз тұрып, сергіп алайық. Ал, үстен шыққан балалар, бір-бірін сергіп ал.
тапсырма. Қазір барлығыңыздың алдарыңызда суреттер беремін. Осы сурет арқылы өлеңге сүйеніп ақыл ойын жалғастырасыңдар. Ақылның ойын жалғастырасыңдар. Өлеңге сүйенесіңдер балалар. Өлеңге сүйенеміз және суретте не көріп тұрмыз? Соны біздің мына ноутбугымызға жазамыз. Бәрі орындарынан тұрып алады. Мына өлеңді оқимыз. Өлеңнің ішіндегі сөзі ал жазамыз. Şiş, anne. Жаңа біз оқыдық, иә? Бірнеше рет. Енді
отыра бер. Сөзің биік болса сөйле. Балалар болдық па? Балалар шуламаймыз. Қалай шуламаймыз? Екі баладан шығамыз. Қай суретке сүйенгендеріңді қазір білуіңіз керек қой. Махамбет сен қасына бала қайда? Жақсы. Енді балалар ноутбугымызды дұрыстап ұстаймыздар. Жақсылап оқуға тырысамыз. Ал бірінші топ, кім басты бірінші басты? Әлбек бол. Ортаға шығып, өлеңді өз ойымен қалай жалғастырған оқып берсін. Денізде шағала ұшырдың тау тасты аралап толқыны жарласып бұлбұл әнін тыңдадық. Орман ішін аралап жүрдік, күн бағысты баптадық, әдемі гүлдер көп. Жарайсың. Өте жақсы, өз ойларымен жалғастыруда өлең. Жақсы, отыра қойын. Келесі Махамбет. Қасында баламен шыға қойын. Мұзға өрмелеп тау астық, жыл біз жылқы көрдік, үлкен таулар онда, орман ағаштар көп өсіп тұр. Көптеген ағаштар өсіп тұр екен. Балаларға бағаларыңызды айтам, салыстырмалы түрде балдарыңызды айтам. Сол кезде бағалайсыздар. Оқи бер. Бұлбұл үнін тыңдадық, біз орманға барып еңбектерді құттықтап біз орманға барғанда табиғатты тау ағаштар Біз орманға барғанда табиғатты көрдік, тау көрдік, ағаштар ағаштар мен гүлдер көрдік. Балалар негізі әңгімемізді әрі жалғастырғанымыз. Ең бірінші топқа толық 3 балл, барлығы 3 балл қойып аламыз балалар. Жаңағы біздің балл бақылау парақшамызға. Екінші топтың енді толық болған жоқ, сіздерге 2 балл, барлығы 2 балл алып алыңыздар. Сіздерге 2 балл, төртінші топқа да 2 балл. Себебі балалар, кішкене ойымызда мен не қылдым? Өлеңге сүйеніп, ақынның ойын өз ойларымызбен кішкене жалғастырып әңгімелеуге болады дедім. Ал бірінші топта Әлбек өте жақсы өзінің ойын қосқан екен. Жақсы балалар, бағалап алдық па? Енді келесі қазір сіздерге тапсырма беремін. Бұл жұптық тапсырма. Ол жерде табиғат деген тақырыптағы сөз құрау. Яғни бұл жұптық жұмыс. Екі баладан орындайық, аттарын жазып қоямыз. Балалар, мына жерде көптеген әріптер тұр. Біз бұны сөзбен білетін балалар бұны ал әрбір балалар бірін орындайық. Екі баладан да балл бірдей берілетін болады. Егер балалар бір сөзден артық тапқан балаларға намысқа не қылысыз?
Жақсы балалар. Енді балалар, кәнекей тынышталамыз. Енді өз-өзімізді бағалаймыз. Қараңызшы мені шыдап. Мен дұрыс жауабын шығарам. Неше 5 сөз дұрыс тапсаңдар 2 балл қоясыңдар. Ал. Жақсы балалар. Қау деген сөз шықты. Күн барады, өзен, көл, толқын. Ал біз бесеуден санаймыз мінекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сен 2 балл қоясың, Амина екеуің. Ақтау қарсынан 2 балл қоя бер. Ал уақыт бітті балалар, 3, 2, 3, 4 болып қалыпсыздар, 1 балдан қоясыздар. Кәнекей, жылдамдатам. Сіздер балл болып, бірақ біреу тастамайды. Сіздер 2 балдан қоясыздар, кәнекей жылдамдатам. Жарайсыңдар, 2 балдан қойыңдар, 2 балдан. Жарайсыңдар балалар. Кәнекей, 1, 2, 3, 4, 5. Молодец. 2 балдан қойып, 2 балдан. Кәнекей, 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы, 2 балл. Балалар 2 балдан 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсыңдар, өте тамаша. Сендер 2 балдан қоя бер. Балалар, мына жер қоямыз. Жақсы, бесеуден жоғары болса ғана. Кәнекей, 1, 2, 3, 4, 5. Болды деген 5. 2 балл қоя ғой. Кәнекей, Раяда. Жақсы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен. Жарайсыңдар. 2 балл. 1, 2, 3, 4, 5. 2 балл. Жақсы балалар, кәнекей бағаламыз. Енді сіздерге сөз берем. Әркім өзі орындайды сынақтарымыз. Бүгінгі тақырыпқа байланысты тест. Кәнекей балалар, тест тақырып. Тест тақырып. Балалар, жылдан. Әркім өз жеке аттарын жазыңдар. Аттың жазуды ұмытпаймыз. Жаза бер. Немене жаза берсек болады? Жақсы, ең соңында 2 балл болады балалар. Одан сұрауға қоймаймыз. Кәнекей. Ал балалар сынақтарымыз. Тестті тез орындаймыз. Және де тестті. Тест болған оқушы қасындағы оқушыға береді, сол тексеретін болады. Қасындағы бала бір-біріміз тексереміз. Амина жылдамдар. Иә, олардай ат-жөніңіз келесі кәпел 3 жауабын көрсететін боламыз. Басқадан көрсетіліп, ол жерде белгілейсіздер. Ол туған бұл еді. Әмір жылдамдар. Әне балалар уақыт жылдарды жылдамдатамыз тестті. Кәнекей жылдам. Арайызға бес Ақтайсың екеуі тексереді, иә? Саламында. Сен мен қазір тексересің, ешін балығы айтасың. Айтып өте бересің, айтып жазма. Ал оған балалар көне қарда қолдар сөйтпесін біліп отырады. Кәнекей балалар, бір-бірлерін алдыңдар ма? Жарайсыздар, бірінші бөлме 5 метр алды. Жылдам. Бесақ тест қалды. Нешеу бар? Неше балл екен жазасыңдар. Ал бірінші сұрақта екінші оқиға қайда басталды? Демалысқа беріледі. Үшінші демалысқа балалар
Ең қалың ойын неше егер де екі құрамы үстемес болса, онда бір балл қоямыз. Бір балл қоямыз. Ал, екі сұрамыз, егер де сонда біздің төрт жауабымыз дұрыс болу керек. Сол кезде 2 балл аламыз. Түсінікті ма? Әлібектің 2 балл қоюға болады. 5 балл дұрыс екті. Амир 5 балл қарайсың, дұрыс па? Қарайсың. 2 баллдан Амирдан 1 балл қойып, Олжан 2 балл, Жұпар 2 балл. Жақсы. Балалар, әркім өзіне, балалар қойып алыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымызды мақсаты не еді? Осы күлеге сүйеніп, оқиғаны өзіміз әрі қарай не істеуіміз керек еді? Ол сұрауымыз керек. Өзіміз жалғастырып айтуымыз керек еді.